Апайдың сол мүйісі ашыларда мектепке көп қонақтар шақыратын болдық. Жақсылық Омар бастаған облыстың білім басқармасы басшылары бар, барлық мектептердің директорлары жиналып, апайдың 45 жылдық мерейтойын атап өтуге мектепке жиналды. Міне сол кезде апайға бір сюрприз болсын деп, бір шағын ғана сценарийін жазып, соны сол жерге абай мүйісінде көрсеткенді жөн санадық. Абай мүйісінде сценарий бойынша бұлттың арасынан абай шығып, Қанипаға: "Уа Қанипа, амансың ба, барсың ба, ұстаз Қанипа" деп амандасып, өзінің артына қалдырған мұрағатын оқушыларға, шәкірттеріне беріп жүрген үшін алғыс айтып, аяғында: "Бар бол Қанипа ұстаз, шаршама, аман бол" деп қайтадан борттың арасына кіріп кететіндей сцена болған. Содан халықтар жиналды, қонақтар келді. Қанипа апайымыз алаңдап тосып жүр, бізге қарап қояды. Біз: "Апай, қазір сіз түсіңізге кіретін кісі келеді" деп қоямыз. Содан апай шындығында да ойланып жүр. Содан сцена басталды. Бұлттың арасынан абай жарқ етіп шыға келді. "Уа Қанипа, бармысың, аманбысың" деп. Апай деген көзі аларып, жаңағы бұлттың арасына шыққан абайға қарап тұр. Үн жоқ. Абай сөйлеп жатыр. Содан аяғында: "Ал Қанипа, аман бол, шаршама Қанипа" деп бұлттың арасына абай қайтадан кіріп кеткеннен кейін біраз тұрып, апай: "Мынау біздің Ерлан ғой" немесі бар ма? Абайды сомдап жүрген Рақымбаев Ерлан мұғалімді бүкіл тұрған халық күліп жатыр. Содан бізге қарап айтады: "Мен әлгі түсіме көретін кісіні осы қонақтардың ішінен іздеп жүрсем" деп. Сөйтіп абай мүйісі ашылып, апай сол жерде бір керемет жақсы кездесу болды. Қазір соны ойлап тұрсақ, апайдың идеясы, абай мен апайдың үндестігі керемет шығыпты. Тағы да бір естелікті қоса кетейін. Апайдың барлық марапатты жиналып тұрған кезінде апай өзінің Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгісін ақырын ғана өзінің жұмсақ алақанымен сипап өтіп: "Менің ең жоғарғы марапатым осы" дейді. Соған біз сұрақ қоятынбыз: "Апай, ана құрмет ордені бар, қалай ол үлкен болады?" десек, жоқ, құрмет орденін барлық маман иесі алады. Мұнайшы да, металлург да, дәрігер де, малшы да алады. Ал Ыбырай Алтынсарин медалі ол Қазақстандағы ұстазға беретін ең үлкен жоғары награда дейтін. Сол есіме түсіп, кеше енді 20 жылдан кейін апайдың 75 жылдығына бір 4 ауыз өлеңімді тағы да жолдап, еске алуымды аяқтағым келіп отыр. Өмірі мәнді, тағылымы мәңгі ұстазым, Ыбырайдай өр тұлғаға ұқсадың, ой салдырып, ойландырып шәкірттің, өміріне дара жолды нұсқадың. Біз апаймен мақтанамыз. Апай біздің есімізде мәңгі.